Балалар, дүниетану 3-ші сынып 3-ші сабақ. Тақырыбы менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім. Табиғи ортада болатын түрлі қауіп-қатерлерді анықтайсың. Табиғи ортада өз қауіпсіздігіңді қамтамасыз етуді үйренесің. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейік. Табиғи орта дегеніміз не? Табиғи ортада қандай қауіп-қатер жасырынған? Табиғи ортадағы қауіп-қатерді қалай жоспарлауға болады? Табиғи орта дегеніміз адамды жан-жағынан қоршап тұрған түрлі табиғи жағдайлары, жанды және жансыз табиғаттың алуан түрлі формаларын жиынтығын табиғи орта дейді екенбіз. Табиғи ортада адамға төнетін өте көптеген қауіп-қатерлер бар. Солардан сақтану жолдарын бүгін сендермен айтатын боламыз. Өткен сабақтарда сендер табиғаттағы катаклизм жайлы білген болатынсыздар. Катаклизмді енді ойсыздан келетін апаттар бұл, жер сілкінісі, бұршақ жауы, құйын, дауыл, өрт, құрғақшылық, су тасқыны сияқты осындай катаклизмдер бар. Алдымен сендер табиғаттағы қауіп-қатерді, ортамыздағы қауіп-қатерді білу үшін шағын видеоны көріп алыңдар. Егер қара құрт шағып алса, адам 1-2 сағат ішінде аяқ-қолы жансызданып өліп те кетуі мүмкін. Сол себепті жедел жәрдем келгенше қол қусырып отырмай, өз бетіңізше алғашқы көмек көрсетіңіз. Удың таралуының алдын алу үшін уды сорып тастап, шаққан жерін бірден сіріңкемен күйдіру керек. Қара құрт шаққанда ішімдік ішпеген абзал. Ішімдікпен у қосылып, жүйке жүйесіне әсер етіп, адам естен тынады. Мұндай коктейль адамның тыныс алуын ауырлатып, ол өліп кетуі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен адамды тез арада медициналық мекемеге жеткізу керек. Кейіннен дәрігерге көрсетіп, ағзасын гемодезбен шайдырып жіберген жөн. Кене сияқты жәндіктер шағып алса, ауырған жерді сабындап жуып, скипидар тамызыңыз. Ара немесе суына шақса, сол жерге вазелин жағып қойған дұрыс. Қолда скипидар не вазелин жоқ болса, пияз бен сарымсақ сөлімен сүртуге де болады. Шаққан жерді қасымауға тырысыңыз. Тырнақпен бірге шағылған жерге у бойлап бара береді. Сондықтан өз жағдайыңызды өзіңіз ушықтырмаңыз. Жылан шаққаннан кейін алғашқы секундтарда саусақтармен басып, жараны ашу керек. У денеге тарамас үшін 15 минут аралығында тоқтаусыз ауызбен сорып, түкіріп тастау қажет. Бұл удың 20-50% жоюға мүмкіндік береді. Егер сілекей аз болып, немесе ерінде, ауыз қуысында жаралар болса, ауызды сулап отырған дұрыс. Көмек көрсететін адам үшін уды сорып алу мүлдем қауіпті емес, тіпті ауыз қуысында жара болса да. Егер зақым алған адам жалғыз болса, ол уды өзі сорып алу қажет. Ал осылардың барлығының алдын алу үшін демалысқа табиғат аясына барғанда шөпте жалаң аяқ не ашық киіммен жүрмеңіз. Міндетті түрде жабық аяқ киім киіп алған абзал. Косметикалық құралдардың тәтті иісі әсіресе араны еліктіреді. Сондықтан саяхатқа шыққанда косметиканы қолданбауға тырысыңыз. Балалар, сендер жаңа бейне фильмді көріп шықтыңдар. Енді осы айналамызда қоршаған қауіп-қатерлерден сақ болыңдар. Сұрақ, сенің табиғи ортаң қай жер? Табиғи ортаң ауылың, туған жерің, қалаң, мысалы айтатын болсақ. Енді табиғаттағы осы қауіп-қатерлер туралы не білеміз? Мысалы, жыланды алатын болсақ, ол ыстық жақта болады. Жыланды ашуландырмау керек. Саяхатқа шыққан кезде көбінесе осындай жыландар кездеседі. Оны тас лақтырып немесе басқа да әрекеттер жасауға болмайды екен. Жыландар улы болып келеді. Егер шағатын болса, сол жерде қасындағы адам оның 15 минутта уын сорып, түкіріп тастау керек. Содан кейін барып, дәрі жағып, дәрігерге көрсету керек. Одан кейін шағатын тағы да кене, мысалы қара қоңыз сияқты осындай жәндіктерді шаққан кезде осындай әрекеттер жасау керек. Әсіресе кенеге, қара қоңызға ақ киімді киіп жүру керек, себебі оны бірден білесің. Қоңыздардың немесе басқа жәндіктердің денеге қонғанын. Одан кейін улы саңыраулақтарды далада өсетін, оны да білу керек. Жеуге болмайды екен, тек қана үлкендермен ғана келген кезде осыны білулерін керек балалар. Одан кейінгі кактусты алатын болсақ, ол үйде де, мысалы мектепте де осы кактусты өсіріп қоямыз, компьютердің қасында болады. Не үшін компьютердің қасында қоямыз? Себебі зиянды радиациялар бойына сіңіріп алады да, ал және далада өскендіктен оның тікенектері болады. Сондықтан абай болыңдар балалар, осы тікенекті өсімдіктерден. Найзағай ойнаған кезде өзенге шомылуға болмайды екен.
және жалаңбас жүруге болмайды, жаңа жаңбыр жауған кезде. Одан кейінгі суға түскен кезде судың қасында тұруға болмайды, және жалғыз ағаштың қасында шұңқырлы сулы жерлерде тұруға болмайды екен. Себебі найзағайдан радиация жаңа түсіп, адам өліп кетуі мүмкін. Келесі өрттен де балаларды үйде сақ болу керек. Сіріңке, басқа да газдарды ашып, оны сіріңкені тұтатуға болмайды. Егер де далада да өрттер болатын болса, оның түтіні адамға газ ретінде көп әсер тигізеді. Содан да сақ болыңдар. Одан кейін жаңағы өзенге бату, шомылған кезде батып кету қастарында адам болу керек. Егер де оны сүңгу білмесең, немесе жүзу білмесең, өзеннің тек қана шетінде ғана жүру керек. Балалар осындай ортамызда, яғни жан-жағымызда жанды және жансыз өсімдіктер болсын, зиянды қауіп-қатерлер көп екен. Сондықтан осыдан сақ болыңдар. Қатер сөзіне ассоциация құрастырайық. Балалар, қауіп-қатер дегеніміз не? Қорытындылай келсек, ол улы заттар екен, жаңағы өзіміз айтып өткен экологиялық қауіптер, техникалық апаттар, табиғи апаттар болып, мінекей бірнеше түрге бөлінеді. Яғни оны қауіп-қатер сөзін анықтадық. Енді суреттен төтенше жағдайларды тап дегенде, төтенше жағдайлар енді мысалы өрттер, балалар, төтенше жағдайға жатады екен. Биіктіктен құлау, мысалы найзағайдың түсу немесе суға бату, бұлардың барлығы да төтенше жағдайға жатады. Саяхатқа шығу жоспарын біз алдында айтып өткен болатынбыз. Мінекей жоспарласқан кезде, саяхатқа шыққан кезде міндетті түрде денеңді жауып тұратын киімдер кию керек. Балалар, мынандай ашық жүруге болмайды. Және қолайлы аяқ киім, жәндіктен қорғану үшін үстіңе ашық түсті киімдер кию. Міндетті түрде бас киім, бұтақтан, тікенек және ол өсімдіктен сақтану қажет. Сондықтан алдымен саяхатқа шыққан кезде міндетті түрде жоспарлап ал. Бүгінгі балалар, өткен тақырыбымыз табиғи ортада қауіпсіздік ережелерін сақтау, олардан сақтану және саяхатқа шыққан кезде жоспарлау. Осымен сабағымыз аяқталды.